Asqардың киесі, болған оқиға ізімен, Оралбек Бекболатовтың әңгімесінен. Күн жұма болатын, және мен жол жүріп Ақмола жақтан келе жатқан бетім еді. Қар борап тұрған, күйік асуы жабық деген естіп, амал жоқ тоқтағанмын. Таң атып қалған, көріп етейін деп Тараз қаласының орталық базарына кіре бергенім сол еді, бір бейтаныс жігіт жылы шырай қолын созды. Амандастық. Аба, үйге жүрміз, сізді күтіп тұр едім, деді әлгі жігіт. Dedim, мен сені танымаймын ғой, шатастырып тұрған шығарсың. Мен жай ғана жолаушымын. Бұрын бұл жақта болмағанмын, дедім. Ол жігіт, есесіне мен сізді танып тұрмын екенсіз ғой, десін, бейтанысы мені таң қалдырып. Өзінің дегбірсізденіп тұрғанын да байқап қалдым. Ішкі ойым не болып қалды екен деп тұр. Аға, мен сізді түнде түсімде көріп едім. Атыңызды да содан білем. Таңертең ерте орталық базарға барсаң, базардың кіреберісінде сол кісіге жолығасың. Ертіп кел деп сізді суреттеген аяным бар еді, десін бейтаныс жігіт қиылып. Қалған үйге барғансам айтармын. Мен одан сайын таң қалдым. Жарайды, олай болса барайық дедім. Бейтаныс жігіттің үйі қаланың шет жағында тұрады екен. Әне міне дегенше келдік. Адамдар абыр-сабыр таң атпай құрбандық шалып қазан көтеріп жатыр екен. Үйлеріне кіреберістегі аулада сым шарбақтың ішінде қамаулы тұрған абадан қасқырды байқап қалдым. Байғұс ағының көздері жасаурап кетіпті. Мен өзім қасқырларды жастайымнан жақсы білемін. Және оларды түсінемін. Ол боп тұр екен-ау, дедім ішімнен. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Қасқыр маған қиыла қарады. Өзінің жағдайын айтпай тұрғандай болды. Бәлкім ол да мені таныды. Тек маған айтар тілі жоқ еді. Бейтаныс жігіт мені кідірістеп қалғанымды байқады ғой деймін. Аға, бұл қасқырды мына киіктің асуынан ұстап әкеліп едік. 3 айдай болды. Осында өзі де жора, деді, мақтанып. Қолға үйренбейді екен, бұл жыртқыш. Берген тамағымды алмайды. Мына шарбақтың үстіне лақтырып тастаймыз етті. Онда да түнде ғана. Біреулер сұраған еді, емдік қасиеті бар дей ме, өтін тұяғын аламыз дей ме, уәде берген едім. Мен ештеме дегем жоқ. Сонымен үйге кірдік. Әңгіме былай екен. Аға, келініңізбен шаңырақ көтергенімізге 12 жыл болды. Бәрі бар бізде, тек шикөкпе болса да бір балаға зар болдық. Барлық жерге бардық. Сөйтіп жүріп әйтеуір өткен жылы бөпелі болғанбыз. Сол ұлымыз 2,5 айдан бері қатты науқас, көзін аша алмайды. Түтікпен тамақтандырамыз. Қаратпаған жеріміз қалмады. Дәрігерлер де шаршады. Көрген аяғымды өзімізге айттым. Ендігі сенімім өзімізде ғана болып тұр. Менің таң қалысын шыңына жетті. Бұған не істей аламын деген сұрақ қой. Жалпы мұндай оқиғалар менің басымнан көп өткен. Және көп жерде науқастарға жәрдемінде тиген еді. Бірақ мен ол туралы ешкімге тіс жармайтынмын. Мына жағдай тіпті қиын екендігін сезіп те тұрмын. Бұл тұста тылсым тіл ғана сөйлей алады. 1 жасар баламен қалай тілдесемін? Сәбидің басынан сипадым, маңдайынан шып-шып тер шыққанын байқадым. Ары қарай не істеуім керек? Ол жағы тұманда еді. Ойымның бәрі сыртта қамауда тұрған абадан қасқырға қарай бұрыла береді ғой. Кенет бір шешімге келдім. Баланы көп қымтай бермін деп орнымнан тұрдым. Өзімді қандай күш жетелеген білмеймін, асығыс сырттап тұрған қасқырдың жанына келейін. Не болып қалды деп бейтанысы менің қасыма жүгіріп келді. Босат мына қасқырды, дедім. Аға, былайырақ тұрыңызшы, айып боларсыз. Менің оны тыңдаған шамам жоқ еді. Көлігімді алып кел. Бейтанысым көлігін алып келгенде мен қасқырды темір шарбақтан шығарып, желкесінен сипап тұр едім. Киікке келгенше қасқыр менің қасымда отырды. Киікке боран тіпті ұлып тұр екен. Мен қасқырды көліктен сүріп жібердім. Кері жануар артынан бір қарады, бір құраған ақ түтек боранға сіңіп кетті. Біз бейтаныс жігіттің үйіне қайтып келгенімізде сәбидің көзі де ашылып, анасының омырауын борқылдата бастаған екен. Парақшаға жазылып, жүрекшені аямаңыздар.